Bir күні кешке баласы анасын ресторанға кешкі асқа шақырады. Анасы өте кәрі, әлсіз болғандықтан асын көйлегіне төгіп шашып ала береді. Айналасындағы адамдар бұларды жақтырмай қадағалап отырады. Ал ұлы өте сабырмен анасына қамқорлық көрсетіп отырады. Тамақтанып болған соң ұлы анасын туалетке апарып, киімін қағып, шашын тарап, көзілдірігін түзеп береді. Ресторанда отырған адамдардың барлығы бұларды бақылап отырады. Есеп айырысып анасымен рестораннан шығып бара жатқан жігітті бір қария тоқтатып, ештеңе тастап кетпедіңіз ба деп сұрайды. Жігіт, ештеңе тастамадым деп жауап береді. Қария келіспей, жоқ, сіз әр ұлға сабақ, әр анаға үміт тастап кеттіңіз дейді. Аналарымызды барында бағалайық. Жұмақ ананың табанының астында. Ұмытпайық. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.